Сырым. Нені ойлап жатсың? Сені, жаным. Мені? Сенен бірдеңе сұрауға болады ма? Айта бер. Саған өмір қымбат па? Әлде мен қымбатым ба? Әрине өмір қымбат. Шыныңды айтқан үшін рахмет. Ал менде саған бір жаңалық бар. Мен білмейтін? Енді сен білетін болсаң, ол жаңалық емес қой. Қандай? Мен үйленгелі жатырмын. Кімге? Әлемдегі ең сұлу қызға, ару қызға, ақылды қызға. Бірақ ол қыз маған рұқсатын бере ме, бермей ме? Ал сен рұқсатын сұрап көрсеш? Ханшайым? Сіз маған байға тиесіз бе? Дұрыстап айтсайшы. Байға емес, тұрмысқа. Онда басынан дұрыстап айтайын. Аса құрметті ханшайым. Иә. Сіз маған күйеуге шығасыз ба? Ойланып көрейін. Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Әрине шығам. Жаным ау бағымдайсың, сағымдайсың, табылғайсың жанымнан. Кел жаныма, қон қолыма, барын берем мен жолыңа. Саған фильм ұнады ма? Эмоция қатты берілгені болмаса, жалпы жаман емес. Ал маған ұнады. Иә? Бірақ өмірде бәрі олай жақсы болмайды ғой. Неге олай дейсің? Осындай фильмдер жақсы. Өмірде армандауға, қиялдауға, басқаша етіп өмірді қалыптастыруға көмектеспейді ме? Фильмді қайдан, бірақ сол киноға барған жігіт маған сөзсіз ұнады. Үйдегілерге айттың ба? Жоқ, біртүрлі жүрексінемін. Ендеше, өзім айтайын. Жоқ, керек емес, өзім айтам. Кіреге. Мама. Сәлеметсіз бе? Көріскенше.
Жақсы. Жарайды. Әй, сен қыз, құлақтан кеткенсің бе? Мен саған не деп едім? Не дедіңіз? Ана жалаң аяғыңды көзіме көрсетпе деп едім ғой. Мам, сол жалаң аяқ ертең сен күйеу балаң болады. Күйеу бала. Ойбай. Иә, Мен сырымға тұрмысқа шығам. Қаласаңыз алдыңыздан өтеді. Ойбай, жүрегім ай. Мам, Жүрегім ай. Жүрегім ай. мам, Жүрегім ай. су қолыңызда ішіп жіберіңіз. Мам, той күнін белгілеп қойдық. Қандай той? Менімен сырымның тойы. Не дейді? Ешқандай той болмайды. Неге болмайды? Болмайды. Мына мен білем, сенің кімге күйеуге шығатыныңды. Сіз қайдан білесіз? Білем бе? Өйткені білем. Мам, мен тұрмысқа шықпасам болмайды. Әй қыз, сен не білдірдің? Әй, шынымды айт, сен бірдеңе білдірдің ғой, Мам, мен оны сүйемін. Болғаны сол ма? Сол? Сүйем деген не тәйірі? Қаршадай боп. Іске кірісу керек. Бүгінгі өтетін дәрісіміздің тақырыбы қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу. Жазып қоюларыңызға болады. Негізі қылмыстық іс қозғауларға мыналар себеп болады. Азаматтардың арыздары, кінәсін мойындап келуі, мемлекеттің органдары лауазымды азаматын немесе ұйымда басқару функцияларын басқарып отырған адамдардың хабарламасы. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар, лауазымды адамдардың және қылмыстық іс қозғауға құқығы берілген органдардың қылмыс іс туралы мәліметтері тікелей анықтауға себеп болады. Сәке. Сәке. Не болды? Жұмыстан шаршаған жоқсың ба? Жоқ, сен келгенше шаршаған жоқпын. Шаршаған жоқпын. Сәкесі, көкесі, әкесі қызына қашан ақылын айтады. Не болып қалды? Көрдің бе? Үйде не болып жатқанын білмейсің. Не болыпты енді? Ана қызың күйеуге шығам деп жатыр. Кімге? Қу тізесін құшақтаған бір студентке ғашық боп, соған күйеуге шығам деп жатыр. Шықса шықсын. Жас қой. Сен де жас болғасың. Кешіріңіз апай, бір сұрақ. Мысал біз қызды алып қашса, ата-анасы арыз береді. Сонда ол қылмыстық іс қозғау бойынша қай баппен қаралады? Әр азаматтың бас бостандығынан айыруға құқығы жоқ. Және әркім өз құқықтарын, бас бостандықтарын сотпен қарауға құқығы бар. Және де мемлекеттік заңда белгіленген жағдайлар мен тәртіп бойынша жәбірленушіге сот әділдігіне қол жеткізуіне қамтамасыз етеді. Ал егерде қыз 18-ге толмаса ше? 18-ге толмаған болса да осы жағдайлармен қарастырылады. Бірнеше жылға бас бостандығынан айырылады. Жоқ шықсын ғой, бірақ енді дұрыстау. Шетел көрген, бай қуатты балаға шықса мейлі ғой, дұрыс. Енді айтпайсың ба? Айт. Мен айтам мен, сен айтпайсың. Сен айт. Қызың ғой, айт. Енді айтып жатырмын ғой мен. Сәке, кеше мен бір құрбыммен кездесіп қалдым. Ау. Сөйтіп кафеде отырдық.
сөйтіп отырып сөйлесіп, ойбай сені таниды. Сөйтсек олардың да балалар өсіп қапты ғой. Аха. Анау кім бар ғой? Кім? Ана еркін прокуроршы. Соның әйел. Зымзия ма? Қой өйтіп айтпа. Бір өссе ұят болар. Солардың балалары өсіп қапты да, біздің қызға көздер түсіп қапты. Құдағи болайықтық ба? Апай, бұрынғы ата-бабаларымыз қызды алып қашқан. Сонда оларды да соттаған ба? Ол кезде де өздерінің заңдар болған. Біз қазір дамушы демократиялық мемлекетпіз. Сондықтан да әр адам мен азаматтар бас бостандықтарын және жеке басының құқығын қорғай алады. Роза. Әй, тақиямызға тар келмейді ғой, құда болсақ. Жаным, Роза. Сүйіктім менің Роза. Осы саған не жетпейді? Маған жетеді. Маған бәрі жетеді. Мен мына қызыңның қамын ойлап жатырмын. Сол дұрыс жерге барсы екен деп. Құдай-ау, енді тыңдайтын бала да қалмады ғой. Бар. Есікті аш. Таң атпай кім келді екен? Көріп келейін. О, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Біреуің жетпей тұр едіңдер. Отыр. Жездемді қандай шыбын шағылбаған? Жездеке, көңіл күйін жоққа, Бар көңіл күйін. Жездеке, құлағым жылы олайын ба? Алтыным өнім менің. Мен саған құрғал керген жоқпын, жездеке. Испанияда шляпа. Қараш, Испанияда жүріп сен ойлап жүр. Інім менің, інім. Мен сені де әпке құралақан қалдырған жоқпын. Қазір саған арналған керемет бір сыйлығым бар. Бекер әуре болдың ғой. Әпке, о не дегенің? Ақшаны өзіңе бірдеңеге жаратпадың ба? Міне! Мұнау саған. Інім менің, осы мен ойлайын. Ей, мұнау қайтайды? Шай ғой. Қараш. Қандай әдемі, қара? Қашан келдің? Рахмет, жездеке. Қалай? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Қандай әдемі. Қалай барып келдің, айта ғой. Самолеттен түскен бетін әпке, тура сіздің үйіңізге тарттым. Үндеме. Жездемнің маған деген бір жиған тергендері бар шығар деп. Бар ма? Жездеке, бар ма? Қатты алмайсың ба? Әй, расында? Мұна әке шешеміздің аманаты деген бар емес па? Қашан үйленесің, а? Үйленем, әпке, үйленем. Рас па? Жездемнің әйеліміз екеумізді бағуға ақша жете ме? Жете ме? Сенен аямаймыз ғой. Әпке, үйленем ғой. Ең бастысы өзім келдім ғой. Қатын қайда қашар дейсің. Не болған? Жездеке? Ойбай, мен үйлейін деп жатқанда, сіз компьютеріңіз шықылап отыра бермексіз осылай? Жездеке, мен үйлейін деп жатырмын ғой. Джимми. Джимми. Ажа. Жездеке, мен әперген шляпын тастама. Құлағың су жіберем. Сендер мені мына түрлеріңмен жындықанадан бірақ шығарарсыңдар. Бұған не болған? Қазір шығарып салып келейін. Иә. Дұрыс, жездеке, жұмыс істе. Маған ақша керек. Мамам келіспейтін бірден ашып айтты. Сонда сенің ойыңда не бар өз? Мен ойымды өздерің жақсы білесіңдер ғой. Сонда сендердің ең ілкебекте қай жерлеріңге? Маған бір ой келіп тұр. Ақыры көнбейді екен, бірге қашыңдар. Солай емес пе, Асылхан? Бәрекелді. Жарайсыңдар. Шіркін, қандай романтика.
Романтика? Қоя тұршысы. Романтикалық ештеңе көріп тұрған жоқпын. Үлкендердің рұқсатынсыз. Қашамыз, Алып қашсақ керемет болатын болды. Сырым, қыз көніп тұрғанда сенің бұның не? Алып қашпайсың ба? Ай, түсінбейсіңдер сендер. Мүмкін біздің махаббатымыз сыналғалы жатқан шығар. Маған бұл ойын ұнайды. Мен келістім. Сырым, келісіп тұр ғой. Ендеше, алып қашу операциясына кірсек, а? Ой, қандай жақсы болды. Болады. Тура бір кинодағыдай болатын болды, Сен абайла қашқан әрі қызық болады, Тойға көйлек алуым керек. Нанам. Алло? Алло? Иә? Роза тәте? Сәлематсыз ба? Бұл Әйгерім. Ай, Әйгерім, қалайсың? Аха. Біз қазір Чили Пепперс деген пиццерияда отырмыз. Акапелла, ай-яй-яй-я. Акапелла, ай-яй-яй-я. Не деп жүрсің апа? Айтсаңшы, не іздеп жүрсің? Әжетхана қайда? Мынаны тығайын деп едім. Онда не бар? Жоқ, әжетханаға деймін. Көрсетем, жүріңіз. Өз балаңыздан жасырса маған айтсақшы. Ешкім айтқан маған айтыңызшы. Ешкім айтпай. Жарайды. Апа. Жарайды. Тұра тұр. Жап! Мен кеттім. Өздерің жиналып келе бересіңдер. Ал мен сен ішіне. Бірінші алам. Я сөйтейік. Амин, Аллах акбар. Бізді түрмеге қамап қойса не істейміз? Уайымдама, бәрін өзім қолға алам. Бір рет сүйсең болды. Кеше ойнамай. Той сценарийін өзім жасаймын. Тамада дейсің бе? Әнші, биші, күйші. Тойда қайнашылет көргілерін келеді, айта беріңдер. Ұзат, кешеу, даусың танышыл. Бір-бірімен өткен әдемі қыздар. Тойдың сәнін келтірмейме, я? Қайда жол жүріп барасыңдар? Ой, Роза тәте, сәлематсыз ба? Амансыз ба? Бәрі жақсы ма? Емтиханға негіз керек еді. Мамаңа сәлем айт. Кешіріңдер, мен де аман қалмады. Я, жігіттер, қане, қайсысы мұзыры? Мына жігіт. Осы қылықтарың үшін сотталып кетуге қорықпайсыңдар ма? Екеуі бірі-бірін сүйгендер үшін бе? Өй, шіріктеме. Ауыздарыңнан сүттің ағы көрініп тұрып, сүйді қайдан тауып алғансыңдар сендер, а? Апай, сүйгенге заң жоқ қой. Сүйген үшін заң жоқ. Ал ұрлаған үшін заң бар. Сен қыз аузыңды жап, саған ешкім сөз берген жоқ. Кешіріңіз, бұл жерде ешкімді ұрлайын деп жатқан жоқ. Көрсетем мен саған. Мен өз еркіммен кетейін деп жатырмын. Көрсетем мен саған өз бетімен кеткенді үн Мам, жібер. Жүр. Майра. Мам. Төс алдыма. Майра. Мама, қойыңызшы. Ну, мам. Самодин Владимирович, мыналарды не істейміз? Ал, қыздар, жігіттер, той аяқталды. Үйлеріңе қайтыңдар. Мұнысы не жігіттер? Жүрдер, бергендер ақылдасың. Ойламаған жерім не болып кетті?
Басқа. Егер мен ондайды басынан күтпеген. дұрыстап ойланайықшы. Арамызда жүріп істегенін қараш. Мама, көйлек керек емес. Иә, не той істейміз болмайтын болды. Жарайды, жігіттер. Жүндір ақылыңыз. Мам, мүмкін сөйлесерміз. Үйде сөйлесеміз. Мам, мен түсінбедім, бұл не фокус? Фокусты көрсетіп тұрған мына сенсің. Отыр машинаға. Мам! Қараш. Қарашы, бесіктен белім шықпай жатып, дейді. Көрсетемін мен саған. Тағрименіңді. Үй алсаң етті. Әкем бар-ау, шешем бар-ау демейсің. Жетім қыздай немене? Жалаң аяқ, жалаң бұт кетейін деп тұрсың ба? Мына мен саған қазір шексұрын боп көрініп тұрған шығармын. Түсінем. Бірақ әлі сен маған әлі рахметіңді айтасың. Мам, мен оны сүйемін. Әй, мен сенің әкең сүйіппін ба? Бірақ онсыз қазір өмір сүре алмаймын. Одан артық қазір адам жоқ. Әй, махаббат деген уақытша нәрсе бәрі. Келеді, кетеді. Ой. Стал қалды ба? Жаныңыз кіріп тұр ма? Қараш. Әкені әке демей, шешені шеше демей. Ағаны Өз аға бетімен демейді. кеткен. Ақыры ақыл жоқ екен, енгізу керек оған. Қолмен енгізу керек. Тоқта. Көрдің ба? Әбден бетімен жібергенсіңдер. Ақыр тыңдамайды екен. Тас қып қамап таста. Құдалар келгенше үйден шыға алмай көзі бозарып отырсын. Кілте болды ғой. Ішінен кілте болды ғой. Ал сен сыртынан кілте. Молодец. Ал енді сен. Отырсын. Көзі бозарып. Сенбіге дейін осында отырасың, құдалар келгенше. Емтиханға да осында дайындаласың. Мама, бұл не? Ұнай ма? Ұста. Енді сен жауап бересің. Есікті ашыңыз, мама. Айтсаңыз болды. Мама, есікті ашың. Мама, құтқарыңдар, көмектесіңдер, мама, сырам. Мам! Ау! Ай! О, тамақ. Қарын ашты. О, жақсы тамақ пісіріп қойыпсың ғой. Ой, жарай сен. Бала, қалай? Көңіл күйің жоқ қой. Сабағыңды әлде қиындық туып жүр ма? Аға, Ау, машинаңыз бар, үйіңіз бар. Үйленбейсіз ба? мен ба? Үйленейін десем, ана қыздың машинасы жоқ, үйі жоқ. Қалжындайым. Неге сұрадың оны, а? Менің үйленгім келді. Үйленем де. Байқаймын, қалжың емес сияқты ғой. Қалжың емес аға, рас әңгіме. Ол қызбен жүрдік, оқыдық. Кім? Бір қалада өстік. Майра деген. Майра? Есімді қыз. Аты Майра ма? Иә. О, жарайсың. Бізде бәрі жақсы. Тек қана қыздың анасы қарсы болып жатыр. Енді ауылдың жалғыз баласына, жалғыз қызын қаладан ауылға қаңғыртып жібергісі келіп жатқан жоқ шығар. Баяғы майда шүйде әңгіме ме сол? Ауылға барса қаңып кетеді деп ойлайды ғой. Осындай жиен кімде бар десейші, содан не істемекшісіңдер? Қыз не дейді? Қыз мен қайда барсам да бәріне көніп тұр. Бірге мен қайда болсам енді алып қашпаймыз бе енді? Алып қашайық. Жоқ, кеше көрдік алып қашамыз деп.
Маған неге айтпайсыңдар? Қызықсыңдар сендер бар ғой. Нағашыларың арлан екен білесіңдер ғой. Ебін табар едік қой. Басында айтпайсыңдар ма? Алып қашатын едік, жоспарлап, дұрыстап. Міне бүгін той болып жататын еді. Сендер де қызықсыңдар. Бәрі шала істеген жұмыстарың. Баланың іші шала дегендей. Енді не дейсіңдер маған? Енді өзіңізден көмек сұрайын ба деп отырмын ғой. Көмек дейсіңдер. Басында айтуларың керек еді көмекті. Былай етеміз. Қорықпа, қысылма. Нағашың тұрғанда алып қашамыз дедік па? Алып қашамыз. Қысылма. Тамағын же. Мамасымен мен өзім сөйлесем. Майра, сырым, бақытты болыңдар. Тілек айтып отырамыз. Тамағын же. Үйлену үшін де күш керек. Рахмет аға. Қысылма. О, ханем, сізге айтар датым бар. О, ханем, тұр орныңнан. Қазақтың батырлары. Сырым, қараш, мен қазақтың батырларына ұқсаймын ба? Ұқсайсыз ғой. Қарын шамал тарту керек енді. Енді қалай, ұқсаймын ба? Енді келдіңіз. Негізі мен бет әлпетін тұлған батырға келе ма? Келет, әртісіз ғой. Бүгін менде репетиция. Келіп көріңдер. Жарайды аға. Жарайды біз. Күнде айтасыңдар келеміз деп. Келмейсіңдер. Сендер нағашыларының қандай актер екен көрсіңдер. Келіңдер, қараңдар. О, ханем, сізге айтар датым бар. Алло. Алло. Сырым. Майра, қалайсың? Жақсы, өзің? Менде де жақсы. Мені қамап қойды. Қамап қойды дейсің ба? Иә. Кім? Берші. Алло, Майра? Сәлеметсіз бе? Иә, мен Майрамын. Қалғалай Майра. Иә. Домбыраның жақсысы ағашынан, жігіттің жақсысы нағашынан, сырым деген жігіттің нағашысы мен болам. Сәлеметсіз бе? Очень приятно. Қамап қойды? Иә. Мына екеуіңді де қамап қою керек еді. Сен бүгін құда түсіп келмекші. Қалай? Құда түс келе жатыр? Иә. Кімге құда түс келе жатыр? Маған. Беріңші. Алло, Майра. Сіз төрген нөмір жойылған. Набранный вами номер не существует. Кім бұл? Сіз төрген нөмір жойылған. Набранный вами номер не существует. Алло. Әзілдеп жатсыз баға? Кім әзілдеп отыр? Бітті, құда түсейін деп отыр дейді. Майра жоқ. Махаббаттың құдірет күшін әлдейлеп болмайды енді. Көмектесем дегеніңіз кән? Көмектесем дедің ба? Көмектесем. Сен бүгін құрбылардың біреуін жібер. Сөйлесін. Майраны қалай болса да алып шығыңдар бірдеңе. Сосын алып қашыңдар. Мамасымен мен өзім сөйлесе берем. Еңсеңді көтер, жігіт емессің бе? Сосын маған хабарын айтыңдар. Мен театрда болам. Бүгін менде спектакль. Дүзін қошып берсін. Хабарлашыңдар. Алло, аяулым, бір жұмыс бар еді өзіңе. Сәлеметсіз бе? Сіз Майраның анасы боласыз ба? Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Жоғары шығыңыз. Отырыңыз. Ой, бәрекелді. Келгеніңізге өте қуаныштымын. Мен Қалдыбек болам. Кадр десеңіз болады. Сіздің есіміңіз кім болады? Роза. Қандай тамаша ат. Роза гүлін аласың, оны суға саласың, осы бетті ашқанда мені еске аласың. Осылай альбомға жазатын едік қой, есіңізде ма? Керемет, Алдымен тамақтанып алсақ қалай ба? Мен диет адамын. Сіздей әйелге қандай диета керек? Қазақ кезінде етпен ақ диета ұстаған, білесіз ба? Бәлкім бізде кәуап бар. Сізде кәуап бар ма? Иә, бар. Не ниеті керек?
сиырдың еті қойдың еті Қоймай қойдыңыздар ғой. Жарайды енді диетада болсам да енді сиырдың етінен төртеу, қойдың етінен екеу жарайды. Екеу жарайды. Маған да қойдың етінен екеу, су. Иә. Су. Жарайды. Роза ханым, мен сізді неге шақырт деп ойлап отырған шығарсыз? Иә. Майра жөнінде сөйлесейін деп едім. Қызыңыз. Майра? Қызыңыз Майра. Мен сырымның нағашысы болам. Сырымның нағашысы? Сіз білгіңіз келсе, мен баяғыда жауабын беріп қойғам. Майраны сырымға айттырып келсеңіз, баяғыдан осы жерден сөз тоқтатайық. Болмайды. Неге болмайды? Жастар бір-бірін сүйеді екен. Жастардың арасында махаббат бар. Біз неге кедергі істейміз? Махаббат. Махаббат не екенін білесің бе сен? Әрине білем. Қаяқтағы, кинодағыны, кітаптағыны көріп аласыңдар да зарлап отырасыңдар. Өмір деген басқа қазір. Сонда махаббат жоқ болса, сонда біздің малдан қай жеріміз кем? Енді малдан бес, енді жануардан ал, қай жеріміз артық ал? Сіздің бала шағаңыз бар ма? Әзірге көрдіңіз бе? Ал менде бар. Мен диетадамын. Диетада болса, алып кете беріңіз. Жоқ. Қоя салыңыз. Диетадамын дейсіз. Ойыңша сонда қалай болу керек сонда? Менің қазір қызым сүйем дейді, махаббат дейді. Оның бәрі қалады емес пе? Кейін жарайды. Ауылға барсын дейік. Ата-анасы бар, шүбіріп жүрген ағасы, әпкелері бар дейік. Өзі бала тусын дейік. Қызымның дода шығып кетпей ма? Ал мен өз перзентімді бұл дүниеде қиналсын деп туған жоқпын. Сонда сіздің ойыңша, егер ол сырымға күйеуге шықса, далада қаңып кетеді деп ойлайсыз ба? Жастар әлі жас. Түсінесіз бе? Болашақтар әлі алда емес пе? Неге түсінбейсіз? Құдайыма, қаяқтағы болашақ? Болашақты болжап жүргенше дайын болашақ тұрып емес пе? Сонда сіздің ойыңша, бай біреуге күйеуге шықса, бақытты болып кетеді деп ойлайсыз ғой, иә? Әрине. Ақша тұрған жерде, молшылық тұрған жерде, төрт құбыласы түгел болса, бақыттың өзі жабыса береді. Тамақтан алыңыз. Кәуап өте дәмді екен. Мен сізді түсіндім. Егер менің басқа әңгімем жоқ болса, тұрай, сізбен отыратын уақытым жоқ менің. Сенбі күні маған құдалар келеді. Майраға құдалыққа келеді. Балдар әлі жас қой, бір-бірін сүйеді. Түсінікті. Сәттілік тілеймін сізге. Дәл қазір осы жетіспей тұр. Көзіме көрінбе! Сау болыңыз. Hazır. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Маған Майра керек еді. Мен Майраның құрбысымын. Не шаруамен? Майрамен сөйлесу керек еді. Майра үйде жоқ. Мамасы екеуі дүкен ұрлап кетті, по-моему. Аға? Майра, сәлем. Қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Сондай жаңалық бар. Күшті. Бізге жаңа мұғалім келді ғой. Көрсең ғой, әдемі актер сияқты. Көзін көрсең ғой, көзі періштенің көзі сияқты. Осы ма сенің жаңалығың? Жаңалықты айтайын десем. Аға, өтінем, қалдыршы бізді. Айта беріңдер. Аға, өтінем, қалдыршы бізді. Сосын. Аға! Сосын не болды? Біз келістік. Олар мен сені алып кету үшін жіберді. Олар мен сені алып кету үшін жіберді.
Аға! Не аға? Біле білсең, менің мамаң саған қараулық қойған. Аға дейді ғой маған кеп. Маған рахмет айт. Сені құрбыңды кіргізген ме? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қалайсыз? Так, ойындарыңа қарағанда, не болды, қыз алып қашқандар ма? Жоқ. Не жоқ? Әсем гүл жібергенбіз. Қазір келеді. Майрамен бірге. Осы жерде боламыз деп келістік. Қазір екеуі келеді. Қазір келеді. Келеді ғой әйтеуір. Келеді. Күтіп отырмыз. Ей, Майраның әкесінің әйелімен сөйлестің ғой? Кім? Енеңмен. Шешесіне қарап қызды ал дейді, байқай. Не болып қапты? Не болып? Енең Айдахар ғой? Айдахар енеңнен қорқатын шығар. Жоқ, Майра ондай емес. Майра әлі кішкентай Айдахар ғой? Сен не деп тұрсың өзі? Сен білесің бе кімді айтып тұрғаныңды? Майра ондай емес, ұқтың ба? Аға, міне біздің Айдахар. Айдахар? Кім Айдахар? Сырым, сен не деп тұрсың? Қалжыңдап отырмын ғой. Мен Айдахар емес. Болды. Міне Әсем гүл. Нағашысы. Не нағашысы? Нағашысы жібермей қойды. Жоқ. Жібермеді дейді? Жоқ. Нағашы жіберген жоқ дейді? Бәрің енді Әсемге сеніп. Ой, сен де бір боулинг ойнап. Мен бір отырым, енеңмен ар деп бір сағат ырылдасып. Сендер боулинг ойнап отырсыңдар. Бір Әсемге сеніп. Баланың іші шала демек, бүкіл ауыл шулап жатыр, сен бүгін алып қашат деп. Көкем жүр, әлі жас қой деп. Ой, көкемде бір. Ой, бірінші көкемдей болып ал. Бір қызды әупіремде алмай жүріп, сендер боулинг ойнап отырсыңдар. Баланың іші шала деп, сендерге сеніп жүрген мен де. Не істесек болады. Қолымыздан келгенін істедік. Бітеміз онда. Кешкі 6-та біз үйдің қасына жиналамыз. Сол жерде бір амалын табамыз. Келістік. Сен де бір. Не мынау? Бұл боулингтің шары ғой. Бізден қалған ойын ғой? Аяқ киім шешсеңші. Ой, білем ғой. Носкимен ойнайтын ойын ғой боулингтің. Носкимен ойнайды. Носкимен ойнайын деп жатыр. Қуады ғой аға. Ай, бәрекелді, керемет аға, керемет, тамаша. Жарайсыз. Қала ойнап жүрсіңдер? Шарларың қисық деймін, қала ойнап отырсыңдар. Қисығы дес. Ойнаймын десеңші. Не? Кешкі 6-таға, кешкі 6-та. Ренжімеңші. Кешкі 6-та. Жарайды, мен кеттім. Қойсайын. Сен не деп тұрсың? О, ханем, датым бар. Датым болса айт. О, ханем, датым бар. Датым болса айт. Қалай еді? Датым бар, ханем. Айтсаңшы енді датыңды. Қазір. О, ханем, датым бар. Стоп. Ей, 2 ай болды ғой осы рөлді бергеніме. Текст жаттамағанбысың? Жаттадым. Есіме түсіре алмай жатырмын. Жаттадым ғой. Қаншама рет репетиция жасадық. Тексті білмейсің. Есіме түсіре алмай жатырмын. Қазір айтам. Айтшал. О, ханем, датым бар. Датым болса айт. Стоп. Бездарный актерсың сен. Ей, осындай бездарный актерларды қайдан жібереді екен, Задача жоқ, ой жоқ. Болды, ауыз. Ағай, бір рет айтам болды. Ауызшы сен. Бір рет айтам болды. Тоқта болды, ауыз. Ана найзаны ұстап тұрасың. Болды, қайтадан бастаймыз. Бастадық. О, ханем, айтатын датым бар. Датым болса айт. Елім, жұртым, халқым. Түй. Ой, кешіріңіз, қолынан түсіп кетіп жатыр. Ауыр салмағы. Болды, стоп. Кет бұл жерден. Мен талантым бар. Мен оқыған адаммын. Оқығам. Қандай? Мектепте оқығам. Театрда ойнағам. Ей, Теміртауда ойнағам театрында. Ол жерде театр жоқ. Екібастұздың театрында ойнағам онда. Ол жерде де жоқ. Жоқ, мен ойнағам. Қарақос, сен қайдасың? Қарашы маған, Қарақос. Бір рет айтайыншы, болды. Режиссер мырза. Ей, сен. Бір мүмкіндік. Болды, кеш. Жоғалт көзіңді. Бір рет айтам, болды. Айтайыншы. Оқығам, жаттағаммын. Қарақос. Қайдасың?
Сен қайдан келдің өзің? Қайдан келдің? Кет дейін. Болды, кетші. Жоғалт көзіңді. Кет дейін мен саған. Бір мүмкіндік беріңізші. Түф. Ой, мәңдаш. Көзіме көрінбе. Бұл жерде мен сені енді көрмейтін болайын. Келмеймін, жақсы. Қадырбек аға, танысып қойыңыздар. Біздің мұғаліміміз Маржан Төлепберген қызы. Сәлеметсіз бе? Ал мен кетейін, сау болыңыздар. Жүріңіз. Иә. Менімен кездескіңіз келген екен, құлағым сізде. Рахмет. Түсінесіз бе, мен сіздің студенттер жөнінде сөйлесейін деп едім. Мен сіздің студентіңіз, сырымның нағашысымын ғой. Күніне бір рет танысақ, сол да жеткілікті. Иә. Түсінесіз бе, бәлкім сізде шет жағатын естіген шығарсыз, Сырым мен Майраның арасындағы махаббат жөнінде бір-бірін ұнатып қалған, екеуі үйленбекші. Досын. Жоқ, дұрыс қой енді. Бірақ сіз түсінесіз бе? Кешіріңіз. Екі студенттің махаббаты жайлы әңгіме айтып тұрғаныңыз ерсі көрінбей ме? Жоқ, енді түсінем. Қалай айтсам сізге, түсінесіз бе? Қыздың бар ғой, ата-анасы мүлдем қарсы. Сырым мен Майран қарасаңыз, екеуі қыз жібек пен төлегендей бір-біріне жарасқан қандай керемет жұп. Менің ойымша біз көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Дұрыс шешім. Дұрыс шешім болғанда түсініп тұрмын ғой енді. Қыздың анасы тіпті бет қарататын емес бізге бар ғой. Мен түсінбедім сізді. Осының барлығын маған не үшін айтып жатырсыз? Неге айтып жатқанда енді сіз түсінесіз бе? Бізге басқа амал қалған жоқ. Біздің үмітіміз осы сіз болып тұрсыз. Түсінесіз бе? Сіз біздің үмітіміз. Қыздың үйіне тек сіз ғана кіре аласыз. Сонда осының барлығына мен көмектеседі деп ойлайсыз ба? Енді түсінесіз бе? Жастар үшін енді. Сіздің жасыңыз осы нешеде? Мен бе? 30-дамын. 30-да. 15-тегі баланың сөзін сөйлеп тұр. Кешіріңізші. Қыз алып қашу деген не деген сұмдық? Басқа амал жоқ енді, түсінесіз бе? Жоқ. Мен бұған ешқашанда көмектесе алмаймын. Енді түсінесіз бе енді, бір жастар үшін енді, бәлкім Сырым мен Майра туралы. Сізді бәлкім мен шығарып салайын үйіңізге дейін, а? Үйіңізге дейін шығарып салсам, жол барысында сөйлесіп барсақ екеуміз. Түсінесіз бе? Мың 200. Көзіңізді ашып қараңыз. Қазір 21-ші ғасыр. Шығарып салудың қажеті жоқ. Қазақ қай ғасырда да қазақ. Былай істейміз. Барлығын осылай жоспар бойынша істейміз. Құтындар ғой, түсіндер ғой барлығы. Барамызда тақ дейміз, болды. Қалай? Ал құдағи, күт мені. Маржан, сіз ба? Мен Маржан.
тұр. Өзіміз бастай бермейміз ба? Үйде алтын, ақша, бағалы заттар бар ма? Айтқың келмейді, ә? Қайталап сұрайым. Үйде ақша, алтын, бағалы заттар бар ма? Айтқысы келмейді. Қазір мен саған айтқызам. Мынау не екенін білесің бе? Ha? Бұл қазір саған айтқызатын зат. Сен бізді ойлап отырған шығарсың жай адамдарды. Жоқ, жай адамдар емеспіз. Біз білеміз, қазір сені сөйлетеміз. Жоқ дейсің. Кубок, алтын, бірінші орын деген бар емес пе? Болды ғой енді. Қара, алтын. Темір ма өзі? Әрине, оның үстіне сен мұғалімсің. Жаның барда айт деймін, алтындарың қайда, ақшаларың қайда? Айт деймін. Жауап беру қиын еді сұраққа. Біреуді өкіртіп тұрып сұрақ қойғанда бәле дейсің. Ал енді менің сұрағыма келгенде жауап бермейсің. Айт қане, қайда? Ақшаларың қайда? Айт деймін. Сен үндеме, отыр, үніңді шығарма. Атып тастаймын қазір. Атамайды деп ойлап тұрған шығарсың. Атып тастаймын, айт қане, отырған жеріңде атып тастаймын. Болды, үніңді өшір. Сен менің есімді атап қойдың ғой. Атаған жоқпын. Жаңа Асылхан, үніңді өшір дедің ғой. Атаған жоқпын деймін. Мен Жанат үніңді өшірмеймін десем жақсы ма? Әрекет, онда басын шешіп таста. Шеше алмайды. Шешіп тастаймын. Ал міне, мен де шешіп тастаймын. Өзің бар. Барсайшы. Мен емес, өзің бар. Апай, кешіріңіз. Біз сізді тонауға келген жоқпыз. Бір-екі күн үйіңізде ұстаймыз да жібере саламыз. Болды. Айғайламауға уәде бересіз ғой. Апай, айғайламауға уәде бердіңіз ғой. Оспанов, сен мұныңды қалай түсінуге болады? Апай, мен емес, анау. Оңбаған, сен бірінші сабағыңды дұрыстап ал. Қара бұны, сен бұл қылықтарың үшін не істейтініңді білесіңдер, Қазақстанды... Апай, кешіріңіз. Апай, түсініңізші. Апай, біз сізді қинамаймыз. Тек қана бір-екі күн ғана ұстаймыз да жібереміз. Майраны алып қашсақ болды, апай. Сосын жібере саламыз. Жер соттың кетесіңдер, оңғы қондыр. Қазақстан Республикасының заңы бойынша адам баласының бас бостандығын айырған үшін 6 жылдан 10 жылға дейін сотталатынды білесіңдер ма? Апай, түсініңізші. Жабаузыңды оңбаған. Шеш дедім ғой. Босат дедім ғой. Мәдиев. Апай, кешіріңіз. Отағасы? Мынау менің жақсы көретін тамағым ғой, ә? Иә. Бұл ненің құрметіне? Балаң хабарласты. Не дейді? Не дейді? Бәрі жақсы дейді. Тамақ. Қосымша жұмысқа кіріп, әйтір оқуының ақшасын төлепті. Өзіме тартқан. Так. Аман болса екен, қайда жүрсе де. Апа, міне, ер жігіт деген сондай болу керек. Көк тиын таппай масыл болған. Мен айтып жатыр ма? Жоғы, жұмысындағы біреуді айтып отыр да. Маған ұқсайды. Келін, чай құйшы маған.
Мама, мен сенің қызыңмын. Анау сенің күйеу балаң. Тамақ ал. Кейін бұндай тамақ ішесің бе, ішпейсің бе, бір құдай біледі. Нан мен пияз жеп отырмасаң болды ғой. Мама, тамағыңды же. Келін, шай құй. Саған болмайды. Же. Мен сенің қызыңмын. Анау сенің күйеу балаң. Сөзіңді қаш сөзіңді қой. Ана шай құйшы. Құлыным, же. Құдайға шүкір, баламыз өзімізге тартқан. Шай құйшы. Ақылды боп шықты. Мынау қыз кімге тартқанын білмеймін. Ақылынан адасты ма? Не істепті мен қызым? Не істемепті? Үлкеннің айтқанын тыңдамайды. Өзі өсіп өнген адам сияқты не ақыл тыңдамайды, не өз басымен тіршілік жасамайды. Ақмақ болмаса, есі кеткен қожанасырға күйге шығам дей ма? Мам! Немене ма? Мамаң құдайға шүкір отыр. Көрдің бе? Қылды. Оқтайды мынаған. Осы үйде өзі тыныштап отырып тамақ ішеміз ба, жоқ па? Әй, келін. Не? Бұл үйде мені ешкім тыңдайын деп отырған жоқ. Бұл үйге кіріп шығып жүрген бір әруақ сияқтымын. Әй, келін. Бар ана есікті аш. Балам-ау. Мынауың кім? Апа, тыныш. Кете берсін. Бұл бар ғой, апа. Бұл мыстан кемпір. Ал бұла отырған қан сорғыш. Маржан апай бүгін болмайды. Орнына қызыңызға сабақты мен берем. Менің атым Ләззат. Тамақ ішіңіз. Майраның мұғалімісіз ба? Түрлетіңіз, кіріңіз. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Маржан апай бүгін болмайды. Қызыңызға сабақты мен берем. Кім деді? Майраның мұғалімі дейді, апа. Майраның бөлмесін көрсетейін. Міне бөксе. Майрош? Майра, мұғалімің келді. Көтеріле беріңіз. Өзінің бөлмесінде. Ой, үйіңіз қандай әдемі. Рахмет. Абайлаңыз. Әй. Не болды? Болған. Қыз, немене? Ұнап қалды ма? Қалдың солай. Аяқ қолы балғадай. Мен іздеп жүрген қыз ғой мынау? Жүр, шай ішеміз. Өзім айналдырып берем. Ойбай. Сәлематсыз ба? Аяғым мына жерге қыстырылып қалып жатыр. Байламасаңыз болмайды. Қалай? Біздің қыз миыңызды ашты жіберген жоқ па? Бізде ашитын ми қалған жоқ. Жүріңіз, шай қойып қойғам. Жоқ, мен асығыспын.
кетуім керек. Жарым сағатта тұрған ештеңе де жоқ. Шай ішем, сынып кейін барасыз. Жақсы, рахмет. Маған негізі мына сіздің талғамыңыз өте ұнайды. Мына үйдің іші қандай керемет, бір ханның сарайындай болып отыр. Ал сізге қарап отырсам, кәдімгі сол хан сарайының ханшайымы секілдісіз. Ой, апамыз келді. Сәлеметсіз бе, апа? Отыра бер. Апа, келіңіз, отырыңыз. Мама, отыр. Келіңіз, апа, отырыңыз. Бағанан бері қарайым, бір түні түріңіз таныс, бір қай жерден көрген сияқтымсыз да? Бәлкім бір журналдан көрген шығарсыз. Бір Қазақстан әйелдеріне шығып тұрам мен журналда. Бұлай қарап тегі түк мұғалімге ұқсамайсыз. Негізі мен байдың қызымын ғой. Әкем мені адвокат қылғысы келген. А мен мұғалімдік таңдадым. Негізі мұғалім болған жақсы, апа, иә? Иә. Ау? Мам. Ой. Әй, қызым ай. Ау. Сенің қолың неге қатты? Енді... Апа, қолым қатты ма? Мән бермей қаңыз оған. Апа, не ғой мен? Не тана? Фитнеске барам, апа. Спортпен айналсам, бокспен айналсам. Ой, кешіріңізші. Мен сізді қайдан көрдім десем, фитнестен көрген екенмін ғой. Иә, фитнестен, аха. Мен дайындалам ішінде, фитнеске барып жүрем, күнде фитнеске барып жүрем. Мен де анда-санда барам. Жүріс-тұрысыңыз, киген киіміңіз, тек өзіңізге сондай жарасып тұр. Негізі мен, ой. Мам, ой. Әй, қызым, сенің шашың өзіңді күмей, не қатты? Апа, бұл сондай салон бар, апай. Сондай салон бар. Шашынды қатайтады, сосын қарайтады. Сондай өзі сондай керемет салон бар. Енді басқа салонға барам деп ойламаңыз. Менің өзімнің салоным бар. Шашыңызды барлығын мен өзім жөндеп берем. Бұлай қарап отырсам, сондай өзің әдемі қызсың. Рахмет. Осы жігіттердің көзі қайда жүреді, білмеймін. Енді сұрасам былай, енді өзің тұрмыс құрғансың ба? Мен әлі қызбын. Ой, қызбын деп ма? Мен әлі жас қызбын. Мен сені мынандай бір жігітпен таныстырам. Танысасың ба? Жоқ, мен әлі жаспын ғой. Енді жас деген жақсы, енді бәріміз де жас болдық қой. Әй, мынаушы. Апа. Мам, не болды? Не болды? Апа, өзімдікі. Апа, бұның ешқандай салоны жоқ. Бұндай менде бар, және Мадина Садуақасова да бар. Мамам кішкене алжып қалды енді. Мен сізден сұрайын дегенім, жаңа мен Майрамен сөйлескем, сол кезде мен байқағаным, көңіл күйі жоқ екен. Естігенімше, сіздер тұрмысқа шығарайын деп жатсыздар ма Майраны? Иә, енді жігіттер көп. Шықпасы да шығарамыз ғой енді. Дұрыс қой, әрине. Бірақ менің ойымша, Майраның егер сүйгені болса, сүйіктісі болса, негізі махаббат деген жақсы ғой. Махаббат деген негізі құдіретті ғой, керемет. Негізі өзінің сүйгені шыққан дұрыс деп ойлаймын мен. Қайтесің, сен өзіңді ойла. Бізде қыз болдық, бізде жас болдық. Тұрмыс құру керек, бойдақ болған өте қиын. Апа, кешіріңіз, Роза апа, кешіріңіз. Қараңғы түсіп кетті, маған үйге қайту керек. Аға, қазір машиналар тоқтап қалады. Сау болыңыздар, аға. Ертең кездесеміз, сау болыңыздар. Мен сен қазір шарт салайын. Апа, сау болыңыз. Ләззат, сумкаңды алып барасың. Кешіріңіздер, тіпті сумочкаға үйрене алмай жүрмін мүлдем. Анжермен жерге тастап кете берем әйтеуір. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз, апа. Ертең сау болыңыздар. Келіп тұр. Әй, мынау қыз емес. Тү, мама. Қош, қайдан білесің соның бәрін? Маған қатты ұнады.
бәлкім шығарып салармын. Рахмет. Қыз баланың түнде жүргені жақсылық емес. Ей, қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Біз сізді келмей ма деп уайымдадық. Неге уайымдап отырсың? Маржан апайды қарауылдап отырмыз. Жаңыл ұйықтап қалды. Мұнан жатысы мынау ғой? Уайымдап отырғанға ұқсамайсың. Тұр ей. Тұр. Сәлеметсіз бе? Тұр. Ыстық қой үйлерің кіші. Ана ашсаңдаршы терезенің біреуін. Маржан, түсінем енді. Мені көргеніңізге таң қалып отырғаныңызды түсінем. Енді сіз мені қарақшы деп ойламаңыз. Осының барлығы сырым мен Майра үшін. Не? Түсінбедім. Жақсы, аузыңызды ашам, бірақ айғайламаңыз, е? Сөзімді аяғына дейін тыңдауға уәде берсеңіз, аузыңызды ашам. Жақсы? Кешіріңіз. Қолыңызбен істеген істі енді мойныңызбен көтеретін боласыз. Нені айтып тұрсыз? Нені? Түрмен айтып тұрмын мен. Әрине, егерде сіз мені өлтіріп, өзенге ағызып жібермесеңіз. Не айтып тұрсыз, Не айтып тұрсыз? Астағфиралла, ондай бізде ой жоқ, 1 грамм ой жоқ. Сырым мен Майра үшін істеп жатырмын осының барлығын. Түсінесіз бе? Түсінбеймін. Осы уақытқа дейін талай жастың сүйіп қосылғанын көрдім, бірақ мынандай сұмдықты. Әттең менің қолым бос емес әйтпесе бар ғой. Мына бетіңізден шарт еткізер едім. Найна, найна, я? Роз, ұйықтаған жоқсың ба? Жоқ. Жездім қайда? Ваннаға кірсе 2 сағат шомылатынын білесің ғой? Куси. Сен әлі ұйықтамағансың ба? Бір түрлі мазам қашып. Келчі, Куси, Муси, Мен беті жатыр екен десен. Күшігім дей бергенше, бір ауық менің де жағдайымды ойламайсыңдар ма? Ешкімге керек емеспін мен. Не болды? Жеме, көзіңді көрсетші, аузыңды аш. Сенде температура жоқ па? Ой, менің басқа жерім ауырып жатыр. Не болды? Қай жерің ауырып тұр? Айтуға ұялам. Кішкентай күніңде осы жуындырып, шомылдырып жатқызатынмын. Ой, ол жерім емес. Енді не? Мен басқа. Бір жерің ауырып тұр ма, айтсайшы? Мынау жүрегім ауырып жатыр. Біздің тұқымда жүрек ауыратындар жоқ. Көргім кеп тұр. Нені? Нені емес, кімді? Кімді? Дәл қазір ләззат не істеп жүр екен? Ұйықтап жатыр ма? Чими? Не? Сен ғашық болдың ба? Қойшы. Чими? Қойшы. Чими. Қойсай. Үлкен болды, болады. Ача. Көрдің ғой. Мен қанша рет ел аралап жүрдім, Біреу-ақ көнді қыз, біреу-ақ. Мен үйленгім келеді. Бірақ келісім бере ма, бермей ма, қорқып отырмын. Саған ба? Маған? Телефон қайда? Телефон. Не істемексің? Қазір. Не істемексің? Ойыңыз енді, түсініңізші енді мені. Бір-екі күн шыдаңызшы болды. 1-2 күн шыдаңызшы. Жұмыстың барлығы бітет болды. 1 минут кешіріңізші. Мені кешіріңіз. Кешіріңіз, 1 минут. Кішкене тұршы, мен телефон қоңырау салды. Алло? Ләззат кешарық. Бұл Роза ғой. Сәлематсыз ба, Роза апай?
Кешірек звондағаныма кешірім сұраймын. Ләззат, ертең не істер едің? Үйде отыра бересің ба? Үйде отырсаң отырып қаласың. Өзде үйде отырып қалған қыз ғой. Алло, Ләззат. Ертең сағат 9-да кездесеміз. Неге? Екеуміз ертең бір жерге қыдырып қайтсақ қарсы емессің ба? Жоқ, қарсы емеспін, Роза апай. Қайда? Кездескеннен кейін бәрін айтам. Болды, құпия. Жақсы, ертең сағат 9-да күтем. Аха, жақсы. Рахмет, сау болыңыз. Так, болды. Бар, менің ұйқым келді. Бар. Не істейсің, айтсайшы енді. Бар деймін, ұйықта. Ертең білесің, қазір жезден кел. Ертең болса ғой тез. Болды. Керемет. Адам ұрлайсыз, тұтқынға ұстайсыз, әйел боп сөйлесесіз. Тағы да мен білмейтін қандай өнеріңіз бар өзі. Маржан, бір-екі күн маған көмектесіңізші, болды. Маған тек осы көмегіңіз осы отырсаңыз болды. Көмектесіңіз? Сіз өзіңіз қылмыскер болғаныңызбен қоймай, мен де қылмыскер етпекшісіз бе? Ол ісіңіз іске аса қоймас. Мен сізді білесіз бе? Соттатып, соттың табалдырығын тозғанша. Су, тамағын беріп тұрыңдар. Жақсы ма? Тұрай. Маржанмен келем, сау болыңыз. Сәлематсың ба? Сәлематсыз ба? Келгенің қандай жақсы болды? Роза апа, нема бірден болып қалды ма? Ештеңе де болған жоқ, бәрі жақсы. Қазір екеуміз бір жерге барамыз. Қай жерге барамыз? Сюрприз. Барғаннан кейін көресің. Қай жерге барамыз, Роза апай? Күлме. Бетіңе әжім түседі. Керемет қыдырдық. Түрлеріңе қара жаман қыдырмаған сияқтысыңдар. Ой, сәлематсыз ба? Рахмет сізге, Роза апай. Осылай қыдырмағалы көп болды. Сен әбден шаршаған боларсың. Шай дайын ба? Шай дайын? Жоқ, мен жұмысыма кірісейін. Шай ішейік, содан кейін барып жұмысыңа кірісейін. Жоқ, Майра апай, мен жұмысыма кірісейін. Майраға кіріп шығайын, иә? Жарайды онда. Майра? Не деді? Айттың ба? Уайымдама, алтын балық қолда. Бәрін өзім қатырам. Кешке дайын бол. Майра. Бер кел. Сәлеметсіз аға. Ағайыңыз апайды естіп қояды қазір. Кешіріңіз апай. Апайды. Қалғалай, жақсы ма? Былай. Мен саңа бәрін түсіндірем. Бүгін күндіз мамаңмен, анда бардым, мұнда бардым. Не дәл, тырнақ істейтін, маникюр, педикюр, саунаға бардық, керек. Бірақ ішім пісіп кетті ғой. Отырым ішім пісіп, әйел адамдар қалай отырады екен? Мен түсінбеймін, сіздер отыра бересіңдер ішінде. Так, былай, кешке мен сен нағашыңмен ресторанға барамыз. Сен нағашың бар ма? Мен артымнан қалмайды. Сонымен ресторанда мен көбірек ұстаймын, жақсы ма? Көбірек ұстай тұрам.
сол уақытта сол кезде саң екеуің ұзап кетіңдер, жақсы ма? Рахмет сізге аға. Рахмет сізге аға. Болды енді, болды. Қайткенде де мен сенің қайнағаның ғой. Білем, бірақ өмірде сіз ең тамаша қайнағасыз. Жақсы. Соңынан рахметтерімді айтарсыңдар. Жақсы, мен кетейін. Болды, мен кеттім. Оппа. Жақсы. Оппа. Мархабат. Өтіңіздер. Отырыңыз. Сәлем бердік. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауыр? Сәлем Нәзира, қалайсың? Бәрі осында. Дайынсыңдар ма? Қыз дайын болса, біз дайын. Бастаймыз ба? Тез. Аха, болды. Рахмет. Біз келдік. Ой, келдіңіздер ма? Мен өзіме тапсырыс беріп қойдым. Өздеріңізге тапсырыс бере беріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Не қалайсыздар? Маған француз салаты. Бәлкім шарап ішерміз. Шарап ішкеннен кейін ән салғым келіп кетті. Мен де ән салғанды жақсы көрем. Мен де жақсы билеймін. Мен негізі шығармашылық әйелдерді өте жақсы көрем. Рұқсат болса бір ән айтып берсем. Әрине апай. Қазір? Иә, қазір. Ән айтып берсем. Ән айтқым келіп тұрды. Бар ынтамызбен сізді тыңдаймыз. Тек күлмеңіздер, иә? О, не дегеніңіз? Көп болды айтпағалына. Қысылмаңыз.
Керемет. Бәлкім мына орынды билеміз, а? Мен ба? Әрине сізбен. Келіңіз шараптан бір алып қояйық. Керемет, керемет. Бар болған осақ па? Кім? Бол, тез жүр. Ана жақта бізді күтіп отыр. Қайда? Тез. Қосай жөндесей машинаңды. Олар қайда? Сәлем, қалайсыңдар? Ой, жаным, амансың ба? Бол, тез жүр. Бол деймін. Кетпеген, тез, отыр машинаңда. Кім еді атын? Джимми, не болды саған? Джимми, ой! Қалай? Екеуміздің тойымыз қашан? Пока! Охрана! Алло, Роза! Роза, тез жет! Иә. Майран алып кетіп тез жет деймін саған. Иә, сол жерде. Не машина? Кысыртып өтін ішті. Кеттігенді. Ясылхан, не болды саған? Бағанан бері Мә. Бой посуды. Мә. За люстру. Мә. Это дело решимо. Мы сами решим. Вы свободны. Ой. Оталдыр. Болды, оталды. Кеттік. Боса енді. Шықты ғой мынау жүгір. Бол, қаш. Тоқта деймін саған. Болды, тез. Қайда жүрсің оңбаған? Қыз қайда? Әне кетті. Жүр тез. Кетіп бара жатыр. Қызға ие болмай не істеп жүрсің? Ләззат қайда? Ешқайда. Қызға айналып жүріп кетпеген шығар енді? Жоқ, қызға айналған жоқ. Еркекке айналып кетті. Қашып қалам. Оңға. Абайлаш. Отыршы тыныш, кедергі жасамай маған. Жай жүрсей. X700 АВМ. Қарамыз. Көпшілікке тоқтатыңыздар. Абайлап жүрсейші.
Мен әлі үйленген де жоқпын. Отыршы тыныш. Келіп қалдыңдар. Маған кете берсем. Қазір жерде тұрақ қой. Айдасаңшы. Көрсетемін саған. Анау шалаң аяқ бәлені шығасыңда бүлшітсін шығарасың. Абайлашы, Роза, полиция келе жатыр деймін. Келсін, оларда шықпайтын жерде шыға қалып кет. Шабасыңдар. Енді ой жан-жағымыздан бәрі. Роза, полиция! Роза, тоқта деймін. Тоқта деймін саған. Полиция болса қайтайын. Жаныңа қаласаң тоқта деп жатыр саған. Не? Мен емес, аналарды қуыңдар. Тоқта деймін, Роза, тоқта. Тоқта деймін саған. Шабасың бағызыңды шаппайсың ба? Болды, тез отырмын ғой. Айда, ақылымандар. Болды. Маған кете берсем айда. Тез болшы, жасла. Ақылымандар шайтып келе жатырмын ғой. Жолды жақ, қарамыз бағынбай келе жатыр. 700, қарамыз, көпшемке болғаныңыздар. Жеткен жеріміз осы ма? Ай, сталдық, ай! Ағай, мен емес, қолым, ай, қолым! Ай, ағай, кешіріңіз, ағай, мен емес! Бағандар, ұстаңыздар, түрмеге қамаңыздар. Саған не жоқ? Кінәлі мен емес, ағай. Мұналардың бәрін ұстаңыздар да қамаңыздар. Ағай, қолым, ағай, ай! Жіберіңіз, ағай, ағай, мен емес. Ағай, мен ешқандай кінәм жоқ, ағай. Ал анағызды, жіберіңіз. Қане жер? Жіберіңіз. Жіберіңіз. Қараш. Абар, жанымашыра. Сен не, маған ерексейін деп бедің? Көрсетемін мен саған. Апарып тұрып қамаңдар. Түрмеде шірдіңдер. Көрсетемін мен саған. Отыр башына. Әй, сен қыз, ана сүмелегің түрмеден шықсын десең, мына мені тыңдайсың. Мен айтқан адамға тұрмысқа шығасың. Түсіндің бе? болады ма? Саған өмір қымбат па? Әлде мен қымбатпын ба? Исабаев, на выход. Мәссаған!
Роза, құдалар келе жатыр. Ойна құдалар, жастық шақты еске алып, биле құдалар, жүрмеңіздер кеш қалып. Ойна құдалар. Қыздар, қалайсыңдар? Майра, құттықтаймын. Кешіп қалған жоқпын ба? Немене, не болды? Достастың ба немнаумен? Майка, қалайсың? Майра, жыламашы енді. Жаңа күйеуіңді көрдім, жаман емес сияқты. Қытайға ұқсай ма деп қалым тұрын. Сендерге қызық әңгіме айтып берейін ба? Қытайда жаңа бала туылады ғой. Сол кезде әкесі келіп жаңағы туылған балаңғасына шелек қояды екен. Сол шелекті сосын таяқпен ұрады. Шелектен қандай дыбыс шықса, сол атты қояды екен. Мысалы, шаң-шаң. Майра, күлші енді. Я, бәрекелді, мінекей. Жанар, қымыздарыңды әкесеңдірші. Алыңыздар, тамақтан алып отырыңыздар. Баста келді. Мына өзіңізге арнайы дәм. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау арнайы сіздің сыбағаңыз. Мынау енді дастарханға батаңызды беріңіз. Дастарханның өзі қазақтың ықыласы мен пейілінен тұрады дейді. Жақсылап әумин деп. Әумин. Ал балалар бақытты болсын. Өмірлері қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Ұрпақтары қырандай алғыр болсын. Әумин. Шашу! Мамам кейде бала сияқты болып кетеді. Мән бермей қойыңыздар. Алып отырыңыздар тамақтан. Балам, көп қапаланба. Бәрі жақсы болады. Мен деген әжеңді сонау Қытайдан алып қашқанмын. Шекарадан өтіп. Ой ата, ол кезде бәрі мүлдем басқаша еді ғой. Ал қазір заң қандай қатал түсінбейсіз. Ол кезде заман қандай еді. Ал қазір мүлдем басқа ғой. Бәрі қатал. Ұры жүрген жерде қарауыл болуы сартылық. Мен алып қашқанда қарауыл болмады дейсің бе? Бақандай бір елдің аузынан қитып кеткен бұл атай. Расында да біз қанша жігіт болып, бәрі қызды әупіремдеп жүрміз. Сіз айтсаңызшы, қалай сонша қызды аузыңызға қараттыңыз? Бері қара, еркек емессің бе? Сен ер жігітсің. Қазақта жақсы сөз бар. Алушы жеңеме, аңдушы жеңеме деген. Кез келген жағдайда алды болуға тырыс. Мүмкіндігіңді жіберме. Сен қызға уәде беріп пе едің? Я, бірақ ол... Бірақ дегенді қой. Мін атқа. Оның анасы бүкіл ағайындар қарсы болып жатса, не істейм енді? Ой, анасында нең бар, оған үйленейін деп жатқан жоқсың ғой. Мін дедім ғой атқа. Бол, ұста мұнады. Кәне. Жарайды. Жүген тал. Ал жатсын. Апа, мынау енді алғашқы немереңізден сізге ескерткіш болсын деп Майраның кигізген деп есептеңіз. Мінеке, керемет. Рахмет. Қатып кетті. Мынау енді көйлегіңіз, апа, Паршадан әкелдік. Рахмет. Ал енді қазақта баяғыда ас үйге кіргізбейді екен, қолыңда күміс білезігің болмаса, асың таза емес деп. Арнайы тапсырыспен сізге күміс білезік жасаттық қой. Тіл көзден аман болыңыз деп. Қандай әдемі, жарысып кетті. Рахмет саған, құдағи. Құдағи. Саған рахмет. Мынау өзіңе. Менің бақытымды берсін, менің жолымды берсін, менің жасымды берсін. Менің жолымды берсін. Мә, құдағи. Әпке, алшымаяқ қояйын. Осылай жылап отыра бересің бе, Майра?
Солай, Майра. Арман қиял толған қаптық аузың буда дәл осы жерге қалдырып кетті. Жынданайын деді. Сырым! Майра! 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 Мен келдім. Сырым! Мен сені іздеп келдім. Сырым, сен қайдан жүрсің? Амансың ба өзің? Әпке ашыңыз, құдағиға келген сый-сияпатымызды берейік. Осы кісілер үшін өмір сүріп жүрміз ғой. Мінекей, құдағи, мынау енді бриллиант тас. Ой, рахмет. Өзіңіз құдағи сияқты жалтырап тұр ғой. Ой, рахмет. Өзімнің қолыммен тағып берейін. Әкеңіз өзім тағайын. Алты көрсем қолым діріліп кетеді. Мынау енді тіпті жалтыраған. Құдағи өзіңізге Ташкенттен алдық қой, әпке. Рахмет. Бәрі балалар үшін ғой. Роза тәте, сырым келді, сырым келді деймін. Сырымы кім? Майраның жігіті ғой, майраның жігіті. Қайда кесірге кеп тұр? Не дейді? Не айтып тұрсың? Құрпарт көзіңді. Байы бар бет. Кет дейм. Құдағи. Бәрін өзім реттеймін. Бұл түсінбеушілік, аха. Кімді тапқансың? Жинанан деді. Әпке? Ай, қатырасың құда. Менің айтқап тұрыс қой еді. Құда қалай жақсы тұрсыздар ғой деме? Әй, Сәкен, ана қызың бізді масқара қылды. Ереке! Тұр! Ой, қоя тұрш. Тұр дейм, кәне, тұр! Не болып қалды? Тұр деймін. Ой, не болып қалды сонша? Тұрсайш! Үйге бармасын. Ой, не болып қалды? Сен ақ сөйтесің де жүреді екенсің мен. Әпәдемі отырысты бұзып. О, Ереке! Ё-майо! Ереке! О, Ереке, не болды сендерге? Рахмет. Бұл менікі. Болды. Осымен бітті. Сен өз еркіңмен кеткелі жатырсың ба? Жоқ, басқалардың айтуымен бе? Сырым, сен олай деме. Сен мені түсінбейсің. Маған да оңай емес. Кетпесең бұл жерден сені ұстап алады. Майра, мен сенен жауабын алмайынша, мына жерден бір қадам да жылжымайым. Мен бұлай істемесем сені түрмеге қамайды. Жарығым-ау, біз бір-біріміз сүйеміз ғой. Ақмағым-ау, сонда сені біреуге беріп қойып, мен мына өмірде қалай өмір сүрем, қалай жүрем? Есіңде ме? Өмір қымбат па, әлде мен қымбаттым ба деген сұрағым. Иә, сен өмір қымбат дедің ғой маған. Әрине өмір қымбат. Енді сен мені сол өмірімнен айырғың келіп тұрма? Енді өзің ойлан. Жалаң аяқ бәледі. Түсінбеген екен ғой мені. Қазір оған. Тоқтасайш. Не? Әкең де, шешең де қарсы болса да, бүкіл әлем қарсы болса да, біз уәделескен едік қой. Бізді Алла ғана ажырата алады деп. Есімде жаным. Ақмақ болма. Бұл тек қана сенің махаббатың емес, менің де махаббатым ғой. Бәрін ойланып шешкенің дұрыс болады. Оңбаған. Жігіт осы ме еді? Майра, шыныңды соңғы рет айтшы, сен маған тұрмысқа шығасың ба? Айналайын қызым, бақытты болыңдар, жолдарың болсын. Ақылың бар қызсың, қалай шешсең солай болсын. Бақытты бол. Бара ғой, бар.
кеттік. Құдағи, шешіңіз. Шешіңіз. Қандай романтика. Сен ғана жетіспеп едің. Тоқтаңдар! Қайда барасыңдар? Енді атпен кетпексіңдер ме? Мә, мынаны алыңдар. Жоқ, қоя беріңіз, рахмет. Тоқта. Бірдеңе жетіспей тұр. Қазір. Рахмет, аға. Ал, жүріңдер енді. Сырым, Ау, сен менің анама ренжіме. Олар менің бақытымды ойлайды ғой. Бірақ менің бақытым сен екеніне олар енді көздері жетті. ай, өмірде қателіксіз болмайды ғой. Шынайы махаббат тек қана екі ғашыққа жарасқан. Жаным, ренжімеші. Менің мамам сырттай қатал болса да, іште өте жұмсақ адам. Енді ренжіп қайтем. Олар менің ата-анам емес пе? Анау жаққа кеттік. Кеттік, жаным. Ей, жігіттер! Асылхан! Жанат, қайдасыңдар? Қадырбек аға, біз мұндамыз. Ей, Маржан қайда? Сәлеметсіз бе? Біз мұндамыз. Сәлеметсіз ба? Бәріміздің басымыз қосылып қалған екен, мен қазір милиция шақырайын. Жақсы. Біз сіздің әрине заңды жақсы білетіңізді білеміз. Сіздің әрине милиция шақыратынды да білгенбіз. Егер телефон іздеп жүрсеңіз, мінекей. Бірақ бір сұрақ қойсам бола ма? Бір емес, 10 қойыңыз. Жоқ, 10 емес, сізге бір сұрағын қоямын. Сіз осы ғашық болғансыз ба? Өмірде айтыңызшы. Болғам? Жаңыл, екеуі махаббат туралы сөйлесіп жатыр. Болғансыз, көрдіңіз ба? Ал сіз мүлдем болмағансыз. Мен болған жоқ. Ғашық деген, сезім деген, махаббат деген не екенін білмейтін адамсыз. Ал менің қалай ғашық болған білсеңіз ғой. Мен қалай ғашық болған? Қалай ғашық болдыңыз? Ғашық болған андай мұндай болмайды, зік-зік етпейді маған. Қайда ол ғашығыңыз? Қайдал? Өйткені біз екеуміз... Иә, ол сізді тастап кеткен. Мен де оның орында болсам тастап кетер едім. Мен тастап кеткен ештеңем жоқ. Мен оны жібергем, ұқтыңыз ба? Мен оны өзім жібергем. Несіне күлесің ал? Несіне күлесің? Ал өзің жігітің қайда айтшы? Сен де тастап кеткен. Тастап кеткен сені. Мен сізді тастамақ түгілі. Сіздің жігітіңіздің орында болсам, бірінші көрген күні бұрылып қашып кететін едім. Өйткені сіз сүюге тұрмайсыз, ұқтыңыз ба? Сіз маған үйтіп сөйлемеңіз. Өйткені сізде көрдіңіз ба, ешқандай сезім жоқ, ешқандай махаббаттық сезім жоқ, түсінесіз ба? Өйткені, иә, несіне қарайсыз маған? Қолыңызға папка ұстап, көзіңізге очки тағып алып, университетпен екі ортада жүргеннен басқа түк білмейсіз. Yes, красавчик. Өйткені олардың арасында махаббат бар, ал сіз махаббаттың не екенін білмейсіз. Сонда сіздің ойыңызша? Не сонда сіздің ойыңызша? Ғашық болу. Сіз өйткені қасыңызда тұрған адамның ғашық сезім білдіріп тұрған адамды сезбей тұрсыз. Сонда не, ғашық болған адам міндетті түрде барып, мойнына асылып, мен саған ғашықпын деу керек пе? Біле білсеңіз, нағыз еркек соны айтқызбай-ақ түсіну керек. Сіз болсаңыз еркек емессіз. Еркек емес. Сіз өйткені қасыңызда ғашық болып тұрған адамды түсінбейсіз ғой. Маржан апай? Маржан апай!
жаным ау бағымдайсың сағымдайсың табылғайсың жанымнан